Сәлем достар, равиоли дайындаймыз. Өте дәмді, жеңіл тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Бастаймыз. Ең бірінші, ұнымызға жұмыртқамызды сүтке су құйып, одан кейін дәл видеодағыдай қамыр елейміз. Қамырымызды екіге бөліп, бетін жауып қойып қоямыз. Сол сәтте фаршымызға кішкентай үкіштен сиырымызды жуамызды 4 бұрышты ұсақ етіп турап, бәрін қосып, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Нанымыздың июі қанғаннан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей дәл осындай екі үлкен қамыр илеп аламыз. Одан кейін сол қамырдың үстіне фаршымызды дәл осы видеодағыдай дөңгелектеп шариктер етіп қойып шығамыз. Екінші қамырымызды бірінші қамырдың үстіне салып, яғни беттестіріп, жан-жағын бәрін реттеп, әрбір фаршқа қолмен шекара жасап шығамыз. Бәрін реттегеннен кейін 4 бұрышты етіп фарштарымызды бөліп аламыз. Барлығы дәл видеодағыдай болу керек. Мінекей фаршымыздың бәрін бөліп алғаннан кейін жан-жағының шанышқы вилканың көмегімен осылай әдемілеп шығамыз. Одан кейін суымыз қайнайын деп жатқан кезде равиолимізді салып бір бұрқытып аламыз. Қайнатпаймыз, тек бір рет қана бүлкілдетсек жарайды. Енді подливымызға кірсек, жуамызды 4 бұрышты етіп, тәтті бұрышымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Табаға майды құйып, бұрышымызбен жуамызды салып араластырамыз. Томат пастасын қосып, подливка жасаймыз. Дәл осы подливкамыздың үстіне бір бүлкілдеткен равиолимізді салып шығамыз. Равиолимізді дәл осы подливкаға осылай бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз, баяу отта. Мінекей осымен біздің дәмді тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.